Өңірдегі медициналық мекемелердің қызмет көрсету сапасы қандай? Ана мен бала өлімі көрсеткіштерін төмендету үшін нендей жұмыстар атқарылуда? Денсаулық саласында қандай түйткілді мәселелер бар? Бүгін облыс әкімінің орынбасары Еркебұлан Дауылбаев шаһардағы аурухана, емхана мен перинаталды орталықтың дәрігерлерімен кездесіп, туындаған мәселелерін тыңдап қайтты. Халық денсаулығы қашанда назарда болуы тиіс. Бұл орайда медициналық мекемелердің қызмет көрсету сапасын жақсарту маңызды. Өңір басшысы да өз сөзінде Бұхарамен байланысты әр саланың сапасына мықтап көңіл бөлу керектігін айтып, жауаптыларға әр мекеменің жұмысын жүйелеуді тапсырғаны белгілі. Осыған орай таңмен таласа емдеу мекемелерін аралаған Еркебұлан Дауылбаев алдымен номері 1 қалалық ауруханаға ат басын бұрды. Өйткені шаһардағы жедел әрі жоспарлы қызмет көрсететін ең ірі көп салалы мекемелердің бірі де бірегейі осы. Облыс басшысының орынбасары аурухананың әр бұрышына бас сұғып, әр бөлімнің жұмыс барысымен танысты. Соңынан күн түндемей науқастарға қызмет қылатын ақ халаттылармен әңгімелесті. Кездесуді көп күткен дәрігерлер өздерін мазалаған мәселелерін де ортаға салды. Анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог специалист, невропатолог, инсультный жеткіліксіз. Қазір жаңа Марат специалист резидентураға жібереміз. Аймақ басшысының арнайы тапсырмасымен рейдке шыққан Еркебұлан Әбілханұлы номер 2 қалалық ауруханаға да табан тіреді. Мұнда ол гемодиализ деп аталатын бөлімде жатқан емдеушілердің жағдайын көзбен көрді. Дәрігерлердің айтуынша ауруханаға күн сайын 100-ге жуық жамбылдық жүгінеді. Ал номері 5 емхананың базасында аймақтық кол орталық жұмыс істейді. Жедел желіге кез келген жамбылдық хабарласып, дәрігерлерден кеңес алуына болады. Жалпы емхана ересектер мен балаларға қатар қызмет көрсетеді. Емхана негізінен 9 мемлекеттік қызмет түрін ұсынса, оның 3-еуі электронды портал арқылы жүргізіледі. Бір сөзбен айтқанда, ем алушылар медициналық қызметке көңілдері толады. Осы кеше келдім. Орындары жақсы қарамайды. Осы дүзеліп қапты қазір. Осы биылда, осы 2 жылдан дүзелді. Жақсы, жаман емес, бәрі. Ел ертеңі демографиялық ахуалмен де байланысты. Өңірдегі перинаталды орталық мамандары бұл орайда өз міндетін мінсіз орындауға тырысады. Содан болар облыста қазір ана мен бала өлімінің көрсеткіші қалыпты деңгейде. Биыл 5 айдың ішінде де бізде 8600-дай нәресте дүниеге келді облыс бойынша. 5 айдың қорытындысымен нәресте өлімі төмендеуде. Оған әсер тигізетін әрине біріншіден біздің облыстық басшылықтың басқаруымен облыстық басшылығының талаптары. Жалпы аймақта денсаулық сақтау саласын дамытуда кешенді жұмыстар жүргізіліп келеді. Бастысы ақ халаттылардың кәсіби деңгейін көтеруді қапыда қалдырмау қажет. Өйткені мұның бәрі медициналық қызметтің сапасына оң әсерін тигізеді. Айгерім Наутбекқызы, Елнұр Мұхтаров, 7-7 News.